Hi kids, today we are going to talk about zero conditional. Бүгін шартты сөйлемдермен танысатын боламыз. Жалпы шартты сөйлем дегеніміз сөйлемнің басында немесе ортасында міндетті түрде if, егер сөзі кездесетін және екі бөліктен тұратын сөйлемдер. Екі бөлік дегеніміз ол аты айтып тұрғандай шарты және шарт болған соң оның нәтижесі болады. Мысалы, егер мен тест тапсырсам, жақсы баға аламын. Бұл жерде шарт менің тест тапсыруым және нәтиже жақсы баға алу. Нөлінші типтегі шартты сөйлемдермен танысатын боламыз. Жалпы шартты сөйлемдердің бірнеше типі бар. Бүгін бізде нөлінші типтегі шартты сөйлем, условное предложение нулевого типа. Ол осы шақпен байланысты, яғни present simple. Нөлінші типтегі шартты сөйлемнің екі бөлігі де осы шақта тұрады. Шарт және нәтижесі де. Шарт present simple'да, нәтиже де present simple шағында. Мысалы, if I'm scared, I start crying. Сөйлемнің екі бөлігі екеуі де present simple шағында тұр. Мен қорыққан кезде мен жылай бастаймын. If it's raining, I usually take a taxi. Жаңбыр жауса, мен әдетте такси ұстаймын. Нөлінші типтегі шартты сөйлемдерді біз факт, заңдылық, әдет немесе күнделікті қайталанатын іс-әрекет жайлы айтқанда қолданамыз. Факт дегеніміз ол ғылыми дәлелденген, дәлелдеуді қажет етпейтін шындықтар. Қайталап өтетін болсақ, zero conditional нөлінші типтегі шартты сөйлем. Формуласы if plus present simple plus present simple. Мысалы, if I mix hydrogen with oxygen, it turns into water. Егер мен сутегі мен оттегін араластыратын болсам, ол суға айналады, яғни ғылыми дәлелденген факт. Және де шартты сөйлемдерде, нөлінші типтегі шартты сөйлемдерде көбінесе модальды етістіктер кездеседі. For example, if you eat too much junk food, you can get fat. Мысалдарды талдайтын болсақ, if you eat too much junk food, you can get fat. Егер сен өте көп зиянды тағамдар тұтынсаң, сен толып кетуің мүмкін. Дәл осылай. Келесі. If I'm late for work, I always catch the train. Жұмысқа кешігіп жатсам, мен көбінесе метромен барамын, Дәл осылай. So that's it for today. Thank you for your attention and good luck.